Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Қал жағдайларыңыз қалай? Көңілдеріңіз жақсы ма? Бүгін мен сіздерге Instagram туралы көрсетемін. Яғни бұл біліп жүр YouTube каналы, менің каналыма қош келдіңіздер. Бірінші Play Marketке өтесіздер, одан кейін Instagramдарыңызды міндетті түрде қарап алыңыздар. Яғни дәл осылай тұрған болса, ашу батырмасын басасыздар, открыть, обновить деп тұрған болса, яғни обновить етіп Instagramдарыңызды жаңартасыздар. Бүгін мен сіздерге көрсетейін деп мен бүгін сіздерге көрсететінім өздеріңіздің Instagram аккаунттарыңызды ұмытып қалсаңыздар не істейсіздер? Яғни Instagram аккаунттарыңызды білесіздер, паролін білмейсіздер, болмаса кейін басқа бір номерге ашылып қойған болады, сол номерлеріңізді қолданбай жүрсіздер, бірақ сол номерге SMS барып жатыр. Қазіргі күндегі қолданып жүрген номеріңізге SMS келмейді. Ондай жағдайда не істейсіздер? Соның барлығын мен сіздерге ретімен көрсетіп кетемін. Оң жоғары жақтағы 3 нүктеге барасыздар. Настройка и конфиденциальность, осы жерден сәл жылжытып помощь деген бар, яғни помощь, көмек сұрайсыздар Инстаграмнан. Справочный центрға сообщить о проблеме. Міне мына жерге кратко объясните, что произошло, или яғни осы жерге міне фотосыңызды өзіңіздің, яғни айтқанда аккаунтыңызды өзіңіздікі екенін дәлелдесеңіз, яғни өзіңізді селфи жасайсыз, фотоға түсіресіз, бұрынғы Instagram аккаунтыңызды скриншот жасап жібересіз, мына менің Instagram бұрынғы аккаунтым деп сөйтіп барлығын осы жерге жібересіз. Яғни қысқадан нұсқа түсінікті қылып, кратко дейді ғой, яғни четко, ясно қылып осы жерге жіберетін болсаңыз, Instagram сізге бірнеше күннен кейін сізге бұрынғы Instagram аккаунттарыңызды қайтара алмай жүрсеңіз, осы жерден сұрау орталығына келіп сұрасаңыз, мына жерден барлығын айтып береді. Мына жерде міне, яғни сіздің Instagram аккаунтыңызды біреу бұзып алған болса, соның барлығына дейін бар. Яғни сіздің Instagram'ыңызды біреу бұзып алған болса, жаңа мен айтқанда қысқадан нұсқа, өзіңіздің Instagram аккаунтыңызды скриншот жасап жібересіз, туған жылыңызды, күніңізді, телефон номеріңізді, Instagram аккаунтыңызды, өзіңіздің суретіңізді, яғни селфи жасап жібересіздер. Сөйтіп сізге Instagram аккаунтыңыз бұзылған болса, сізге Instagram оны қайтарып береді. Өте оңай. Мына жерден сұрасаңыздар ғана болды. Я не могу войти дегенді бассаңыздар да болады. Міне как восстановить пароль Instagram деп, міне осы жерден мына жерде барлығы жазылған. Көрдіңіздер ме? Міне что можно сделать, если вы не знаете имя пользователя? Яғни сіз Instagram аккаунтыңыздың ұмытып қалсаңыздар, яғни имя пользователіңізді ұмытсаңыздар, осы жерде міне барлығын сұрап алсаңыздар болады. Негізі сіздерге Instagram ішінде барлығы айтылып көрсетілген. Instagram приложениесі өздерінің оқырмандарын көбейту үшін бұл жерде барлығын сіздерге барынша көмектеседі. Осы міне достар, түсінікті болды деп ойлаймын достар, иә. Видеоны асықпай тағы да бір қарап шығыңыздар, уақыттарыңыз болса. Мен сіздерге түсіндіре алдым, көрсете алдым деп ойлаймын. Түсінбеген, білмеген жерлеріңіз болса, комментарий бөліміне сұрақсаңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Жауапсыз қалған бір адам болмады, барлығына мен жауап беріп жатырмын. Сұрай беріңіздер, жаза беріңіздер, сіздерге көмек беремін достар. Видео ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, сұраңыздар, каналыма жазылыңыздар.